Өмір деген қызық. Қалаға келсең, ауылды сағынасың. Ауылға барсаң, қаланы сағынасың. Далаң жатпай қоймайды. Комментарийға көп адам пікір жазады. Қараторғай, осы сен кімсің? Қараторғай деген сен шын атың ба? Сен немен айналысасың? Сен журналистсің бе, әлде блогерсің ба? Әлде фермерсің бе деген заңды сұрақтар қойылады. Я достар, мен кезінде журналистикамен айналысқам. Блогер де болдым. Қазір Далакемп жобасында осы проектке жетекшілік етемін. Біздің қазіргі бағыт мал шаруашылығы Қазақстандағы танымал жылқышы, танымал фермер Жәнібек Кенжебаевпен бірлескен біздің тың жобаларымыз бар. Далакемп деп аталатын біздің жемісті жобаларымызды сіздер білесіздер. Біз Далакемпте не істейміз? Біз Далакемпте адамдарға мал шаруашылығымен дұрыс айналысуды үйретеміз. Біздің мақсат енді кішкене пафостау болуы мүмкін, бірақ сонда да мақсатымыз біздің мына әлемде 9-шы орын алатын кең байтақ жерімізді балға толтыру. Біз Қытаймен бәсекелесе алмайтын шығармыз экономикалық тұрғыда, бірақ Қытаймен біз мал шаруашылық бағытында бәсекелесе аламыз, өйткені ол біздің ата кәсіп. Немістен артық сұмдық Мерседес, немесе BMW, Audi жасай алмауымыз мүмкін, бірақ неміспен сиыр бағуда біз бәсекелесе алатынымыз анық. iPhone, Samsung сияқты телефон шығара алмауымыз мүмкін, бірақ мал шаруашылығында біз олардан озып кетуге мүмкіндігіміз былай достар. Келсесіздер ме? Комментарийға жазып кетіңіздерші өздеріңіздің ойларыңызды. Сөйлеген Қараторғай Далакемп парақшасына жазылыңыздар, бөлісіңіздер, және де лайк қойып, комментарий жазып кетуді ұмытпаңыздар. Аман болайық. Далакемп берекелі мал шаруашылығының бастауы. Көріскенше.